Мысалға, егер сіз дауыс жазып алдыңыз, немесе кейбір эффекттер жазып шығарып алдыңыз. Кейбір тректерді шығарып алдыңыз, бірақ сізге кейбір өзгертулер енгізу керек болады, бірақ сіз Ctrl-Z-ті басып, ол жерге шейін бара алмауыңыз мүмкін. Сондықтан, мысалға біздің екінші проект, оның папкасына кіреміз. Папканың астында бэкаптар бар. Қалаған уақытымызға кіреміз. Есіңізде қалса ол уақыт, мысалы 21:57-ге кіріп көрейік. Біз бұл жерде тек қана Valhalla Vintage верб жасап атқанымызды көрдік. Сол сияқты сіздердің проекттеріңізде Reaper әрбір 2 минут сайын автосейв жасап отырады, яғни автосақтау. Егер сіздердің светтеріңіз өшіп қалса, немесе тағы да байқамай сөндіріп қойсаңыздар, сақтамай, сол уақытқа қайтып келіп, сол жерден проектті ашып, жалғастыра берулеріңізге болады.